Құрметті ағайын, қазіргі кезде халықтың көптеген наразылығын билікке, Тоқаевтың билігіне байланысты біз естіп көріп отырмыз интернеттік желілерден. Оған нақтылы себептер бар. Соның ең бастысының біреуі мынау Ресейдің бодандығына біздің қайтадан айналып бара жатқандығымызда тұр. Қазіргі таңда активтердің энергетикалық нысандардың көпшілігі ресейлік компаниялардың қолында. Оның сыртында мына былтыр ғана 23 жылы дүние жүзіндегі ең үлкен уран шығаратын қазба орталығы Қазақстандағы ресейлік компанияның атына өтті. Қазіргі таңда мінекей 3 бірдей үлкен тесті әр қайсы 1 миллиард теңгеден тұратын ресейлік компанияның салуына рұқсат берілді. 5 конкурсы, 5 тендері. Ал енді оны көмірмен жанатын қылып, ескі технологиямен орыстар бізге жасап береді. Ал енді қазіргі уақытта мынау әлемдік жылынуға байланысты Дубайда мінекей өткен жылы 150 мемлекет қатысқан үлкен саммит өтті. Сонда мынау жер астынан шығатын энергия көздері, газ, көмір, мұнай пайдалануға келешекте тыйым салынады делінген. Ол барлық мемлекеттердің президенттеріне нұсқау берілген, резолюция шығарылған. Соған қарамастан біз осындай қадамға барып отырмыз. Жақында ғана интернеттік желіде мен оқыдым, мынау Атыраудың, Павлодардың нефтеперерабатывающий заводтары Ресейге өтеді деген хабарламаны. Яғни біз осындай үлкен объектілерді уже келешек Ресейдің қатарынан көретін боламыз. Аэропорттар, мысалы батыстағы, олар да сатуға қазір қойылу үстінде, оған да ресейлік компаниялар көз тігіп отыр. Ал енді бізде қазір мынау атом электр станциясын салу жөнінде де көп темалар қозғалды. Бізді халықты қазір соған салуға бейімдеп, дайындап, пісіріп қойды. Келешекте егер оған шешім қабылдайтын болса, оны міндетті түрде Ресей компаниясы салатын болады. Сонда біз мәңгілік ресейлік биліктің тәуелдігіне өтетін боламыз. Оның сыртына ең бір басты мәселе, осы мінекей 1 жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде Ресейдегі мобилизациядан қашқан 2,5-3 миллиондай адам біздің Қазақстанға келіп кірді. Олардың барлығы да дендері сау, күш қуаттары бойында адамдар. Енді 5 жылдан кейін Қазақстанның азаматтығын алады олар. Ал енді келешекте сайлау болатын болса, олар бізге дауысқа қатысып, өзіміздің ішіміздегі бар бұрынғы 30-35% орыстардың ішіне мынау қосылатын болса, 50%-дан артық дауысты автоматически түрде анау Қырымдағы болған жағдай сияқты олар алып береді. Яғни келешекте бізге емен еркін олар